Ассалаумағалейкум, Кастю видео порталының қадірменді көрермендері, сіздер Бағдар хабарының кезекті санын тамашалап отырсыздар. Бүгін біз еліміздегі білім беру жүйесін жетілдіру туралы әңгіме өрбітсек деп отырмыз. Студия қонағы саясаттанушы, қоғам қайраткері, BTC Digital оқыту орталығының басшысы Саясат Нұрбек. Саясат мырза, студиямызға қош келдіңіз. Рахмет, шақырғаныңызға. Білім беру жүйесін жетілдіру деген енді өте ауқымды тақырып, және ең бір өзекті мәселенің бірі болу керек осы. Тіпті шешуші фактор десек те болады еліміздің бір экономикалық жетістіктерге жетуіндегі. Енді осы реттегі ең бір ой қозғайтын, жаңағы алаңдататын мәселе ол мамандарды даярлау. Яғни осы мектеп жасынан бастап оқушыларды дұрыс мамандықты таңдауға тәрбиелеу, баулу. Осы мәселе қазір білім саласы үшін қаншалықты өзекті еліміздің? Енді ең үлкен мәселе деп айтуға болады. Неге десеңіз, былай қарасаңыз, білім саласы бүкіл басқа салаларға тікелей әсер етуде. Идеология саласынан бастап, өндіріс, тәрбие, еңбек нарығы, елдің болашағы тікелей білім жүйесіне тікелей байланысты. Біз қанша 30 жыл зарлап жүрміз. 18 министр ауысты, бірақ өкінішке орай сол жүйелі, терең қазіргі таңда білім жүйесінде қалыптасып кеткен үйлеспеушіліктер, сол үлкен жүйелі проблемалар әлі шешілмей жатыр. Неліктен бұл өте үлкен сұрақ негізі. Мәселелердің бәрі де айтылып кетті шыны керек. Қанша рет талқыланды, айтылып кетті, былай да айтылып жатыр. Бірақ менімше ең үлкен мәселе ол қазіргі таңда жалпы білім беру жүйесінің ішінде жатқан үлкен, терең бір үлкен үйлеспеушілік бар. Қандай? Ол, мінекейіңіз қараңызшы. Білім беру мазмұнын, яғни мемлекеттік стандарттарды белгілейтін, реттейтін білім министрлігінің өзі. Біздің Ибрайлықтың сайланатын академиясы бар, солар реттейді, дайындайды, білім министрлігі бекітеді. Сондықтан мемлекеттік стандарт, яғни білімнің мазмұны қалай берілу керек, қай стандарттарға сай болу керек, оны министрліктің өзі бекітеді. Өзі мемлекеттік білім беру қызметтерінің көпшілігін мемлекеттік білім министрлігі өзі ұсынады, өзі жүзеге асырады. Неге десеңіз, бізге мысалы 20-дан астам мемлекеттік жоғары оқу орындар, ұлттық жоғары оқу орындар, Назарбаев университеттің өзі ең ірі, ең мықты, ең көп білім беру қызметтерін беретін, ұсынатын, тұтынушыларға беретін жоғары оқу орындар, ол білім министрлігінің тарапынан өздері реттеледі, ректорлар тағайындалатын. Яғни білім министрлігі өз мазмұнын дайындайды, сол мазмұнын өзін оқытады. Және сол мазмұнның сапасында кім бақылайды? Білім министрлігі. Мына қараңызшы, мына қарама-қайшылық, үш жақты қарама-қайшылық, бұл өте терең нәрсе. Мысалы, менеджмент теориясында ешбір заман, ешбір жағдайда сіз тапсырманы өзіңіз белгілеп беріп, сол тапсырманы өзіңіз орындап, сол тапсырманың сапасын өзіңіз бақылаған жағдайда ешқашанда бұл тапсырма сапалы да болмайды, дұрыс та болмайды. Бізде қараңызшы, сондай бір қызық үйлеспеушілік жатыр. Яғни бұл басқа салаларда сондай бір мәселе бар, бірақ білім беру саласында өте айқын бір мәселе. Білім министрлігі өз мазмұнды белгілейді, сол мазмұнды өзі береді, мазмұнның сапасын өзі тексереді. Яғни қарама-қайшылық бар. Яғни бұл жүйеде ешқашанда сапаны біз көтере алмаймыз, сапасының жүйесін. Неге десеңіз, жауап беретін адам мен сұрайтын адам, бақылайтын адам бір тұлға, бір жерден шығады, бір орталықтан шығады. 18 министр келіп кетті, ол дегеніміз 18 реформа, былайша айтқанда. Осы уақытқа дейін, сол уақыттан бері енді осы мәселенің бір нақты шешімі табылмағаны ма сонда? Мынандай бір қызық нәрсе, көрдіңіз бе, бізде өкінішке орай мемлекеттік саясат қатты тұлғаға байланысты. Көрдіңіз бе, лауазымға емес, тұлғаға байланысты. Тұлғалық өзінің пікірі бар, көзқарасы бар. Институттарымыз өте әлсіз. Сондықтан, мысалы, мықты тұлға келген жағдайда, ол сол институттарды өзіне бағындырып, өзінің бір пікірін, өзінің көзқарасын, өзінің бір позициясын жүзеге асырылады. Әлсіз тұлға сол институттардан аса алмай, немесе өзінің пікірін де білдіре алмай, былай кішкене несіз кетеді, бір әсерсіз кетеді. Мені қараңызшы, мен өзім байқағаны, мен үш министрмен жұмыс істедім, мен бір қызық нәрсені байқадым. Бізде көбінесе білім министрлер шыққан, олар немесе жоғары мектептен шыққан, яғни жоғары оқу орындарының ректорлары болған, немесе ғылымнан шыққан адамдар, ғылымға жақын адамдар, ғалымдар өздері, немесе таза функционер, таза сол білім жүйесіне қатысы болмаған, бірақ функционер ретінде, менеджер ретінде жүргендер. Сонда қараңызшы, мынандай бір қызық нәрсе, ең үлкен мәселелер бізде мектепке дейінгі, орта мектеп, кәсіби
білім осы үш салада қазір шоғырланып жүр жатыр. Жоғары оқу орындарында проблемалар жетеді, бірақ ол жақта қаржыландыруда, мамандардың да деңгейі де кішкене басқаша, олардың өзгеше мәселелері бар. Бірақ ең терең, ең жүйелі мәселелер осы мектепке дейін орта білім және кәсіби білім осы үшінші салада жатыр. Сонда мына 18 министрдің көбісі 80-90% осы салаларда ешқашан жұмыс істемеген, осы саланың проблемаларын білмейді. Психологиялық тұрғыда мен өзім байқағаным, бір мықты министр келеді, мықты, шыны керек, жоғары білімді өте жақсы біледі. Ана салаларды білмегендіктен қатты ол жаққа кіргісі келмейді, түсінгісі келмейді. Психологиялық тұрғыдан адам бейтаныс, білмейтін нәрседен кішкене қашықтай. Сонда ары кетсе, мықты бір вице-министр болса, сол жүйеден шыққан, ол енді кішкене реттейді саясатта. Болмаса, онда бізде орта білім мысалы департаменті бар. Сол департаменттің басшысы бірақ онда басы отчеты бар, есебі бар, анау бар. Сонда орта білім бір басқарманың басшысы бар. Сонда бүкіл Қазақстанның орта білім саясатың заңдарын, ішкі бұйрықтарын, құжаттамаларын, тұжырымдамаларын кім жазады? Бірақ қана адам жазады, министрліктің ішінде. Соның көзқарасы, сол басқарма басшысының пікірі, көзқарасы не шыны керек, бүкіл сол салаға перейді де, былай қарасаңыз. Енді бұл сондай бір субъективті фактор деп айтуға болады. Объективті факторлар енді өкінішке орай, көрдіңіз бе? Қазіргі таңда білім министрлігі шынымен көп өте ауқымды салаға жауапты. Ғылымнан бастап, ғылым, жоғары білім, мектепке дейінгі, орта білім, кәсіби білім. Бұл өте үлкен сондай ауқымды сала. Кішкентаяқ білім министрлігі ең қызығы, мысалы салыстырсаңыз, мен уақытында да салыстырғанбызда, қаржы министрлігі олар тек қана кіріс шығыс бір нақты функциямен 700-ден астам мысалы штаттық нелері бар, бірліктері бар. Ал білім министрлігі ары кетсе, әрбір уақытында қанша өзгерсе бір 200-ден асқан жоқ ешқашан. Сонда үлкен ауқымды салаға, мыңдаған, миллиондаған адам қамтитын салаға 200 адам жауап береді. Басқа министрліктің санымен салыстырғанда үлкендік кішкентай бір министрлік негізі шыны керек. Тағы да бір үлкен мәселе, ол өкінішке орай біз енді өте консервативті сала ғой. Сондай түбегейлі реформаға көп адамдардың батпайды, жүрегі де батпайды, ондай үлкен несі де жоқ. Бірақ өкінішке орай қазіргі таңда мына үстіміздегі қазіргі білім моделі заманға сай емес. Бітті, заман қатты өзгерді, талаптар өзгерді. Осы қалыптасқан біздің өз қазіргі модель өкінішке орай осы талаптарға сай емес. Оны біз қабылдауымыз керек, бірақ қабылдай алмаймыз. Неге десеңіз, сен қалай? Біз қалай бұл модельді? Мысалы, дүние жүзінде қазір үлкен эксперимент жүргізді. Өте үлкен эксперимент. Мына ОСР деген ұйым бар, OECD, үлкен ұйым, 30 ең дамыған елдердің клубы деп айтуға болады. 2015 жыл олар білім 2030 деген үлкен жобаны басталды. Қазақи аты бар. Образование 2030 деген. Бірақ сол жобаның аясында қазіргі таңда 5 мемлекет, ең көп хабар қазір сол мемлекеттерден келеді. Финляндия, Оңтүстік Корея, Жапония, Ұлыбритания және Сингапур. 5 мемлекет сол клубтың мүшелері ортаға шығып, сахнаға шығып айтыпты. Біз осы білім саласында жаңа модельдерді іздеуге, эксперимент жасауға дайынбыз. Өте қатты түбегейлі өзгерістерге дайынбыз. Жауапкершілікті мойындаймыз. Бізге беріңіздер, 5 экспериментал мемлекет біз болайық деп. Сондықтан осы елдер қазір қарасаңыздар, ең көп білім саласындағы жаңалықтар осы елдерден келіп жатыр. Финляндияда пәндерден бас тартып, жаңа класстарды, жаңа мектептің моделіне көшіп жатыр. Жапонияда олар білімге дейін сатыдан бастады. Жаңа балабақшалар, жаңа тұрпатты балабақшалар, жаңа модельмен істейтін балабақшалар ашылып жатыр. Сингапурда қазір ОБТ секілді тестілеу, бағалау бас тартып жатыр. Неге десеңіз, дейді, білім саласы бәсеке емес. Білім саласы әр адамның әлеуетін ашу, әр баланың әлеуетін ерекшелігін айқындайтын бір жүйе. Бұл бір-бірімен салыстырып, бір-біріне кім 5 алды, кім олды, кім 10 алды, кім 4 алды. Мынандай қызық бір жағдай, өмірге деген сіздің 4 немесе 5 алғаны, сіздің ОБТ балыңыз ешқандай қатысы жоқ. Ең қызығы мына формалды бағалау жүйесі, мысалы сіздің 5-ші сыныпта, 3-ші тоқсанда биология пәнінен 5 алдыңыз ба, 4 алдыңыз ба? Есіңізде ме? 5 пен 4 болу керек. 5 деп айтыңызшы. Ешқашанда сіздің өміріңізге әсер етті ме? Ешқандай қатысы жоқ. Менің мысалы 5-ші сыныпта 2-ші тоқсанда математика пәнінен 5 алғаным менің өміріме ешқандай қатысы да болған жоқ, әсері де болған жоқ, менің есімде де жоқ. Менің ешбір адам да маған мені бағалаған жоқ ешқашанда. Саясат 5-ші сыныпта 2-ші тоқсанда математикадан 5 алыпты, қандай керемет жігіт екен. Ешқандай қатысы жоқ өмірге. Менің ОБТ-мнің орта балым ешқашан ешкім менімен танысқан жоқ.
сол менің үміт орта балым жоғары ма немесе төмен бір саясат сіздің үміт балыңыз 120 екен танысайық деген ешқандай қатысы жоқ. Сонда мына формалды жүйеге біз әлі баланың табысты немесе табыссыз болуын сонымен бағалаймыз да. Сосын өмірі басталады, нағыз шынайы өмірі басталады. Мынаның бәрі сасық болады. Мына жүрген ең жексұрын бәрін текпілеп жүрген бала соның ең мықты бизнес болып шыға келеді, ең мықты бір көшбасшы болып шыға келеді, ең мықты бір кәсіпкер болып шыға келеді. Ал былай біз әлпештеп жүрген ең ойбай мықты біздің отличнигіміз оқу тастап кеткендер де бар дейсіз. бычты шығып, сандалып. Бұл ешқашанда қазіргі жүйе, бағалау жүйесі, білім беру жүйесі, мазмұны да өмірге, өмірдің талабына, өмірдің шарттарына сай емес, сәйкес емес. Бұл негізгі мәселе. Сондықтан ең дамыған елдер қазір осы модельді түбегейлі өзгертуге дайын. Бұл өте үлкен эксперимент. Бұл соңғы 120-150 жылда болмаған эксперимент. Біздің қазіргі мына білім беру жүйеміз, моделіміз бірінші, екінші өндірістік революция кезінде қалыптасты. Ол кезде үлкен өндіріс басталды, конвейерлер, фабрикалар, өнеркәсіптер басталды. Сол кезде көп адамдарды шектері бір уақыттың ішінде біркелкі мазмұн, біркелкі білім беруге бағыттаған сондай бір жүйені құрғысы келді адамдар. Құрды, қазіргі сол біздің жүйеміз. Негізгі әскери принциптер алынды осы нені құру үшін. Взвод, рота, бірінші А, бірінші Б, бөліп тастаймыз да, тәртіп, мазмұн, бір жоспар бойынша. Қазір өкінішке орай өте үлкен өзгерістер, технологиялардың үрдісі өте жоғары, өте тез ауысып отырады технологиялар. Білімнің мазмұны ауысып отырады. Қазіргі таңда адам бір мамандық алып, еңбек нарығына шыққанда, ол оқыған мамандық, мысалы, өліп кетуі мүмкін. Сондай бір үлкен мәселе де бар. Яғни қазіргі таңда дағдылар, машықтар, компетенция дейміз ғой, солардың моделінің өзі өзгеріп кетті. Осы жағдайда мына қазіргі қалыптасқан модель жұмыс істемейді. Соңғы бір мәселе айтып кетейін. Біз жыл сайын бірнеше он шақты мың грант береміз. Солай ғой, негізгі мемлекеттік білім тапсырысы бұл біз негізгі мемлекет еңбек нарығын білім саласын реттейтін құрал. Солай ғой. Көп деген жоғары оқу орындар негізгі өмір сүріп жатқаны сол гранттардың арқасында. Шыны керек сол. Қараңызшы, қандай мәселе? Мен осы мәселені зерттедім уақытында. Бұл қайдан қалған нәрсе? Бұл мемлекеттік тапсырыс деген қайдан шыққан пәле, біз жылына қанша 20 шақты, 30 шақты грант береміз, таратамыз. Қараңызшы, бұрын Совет одағында жоспарлау комитеті болған, ол жоспарлы экономика, жоспарлау комитеті болған, госплан деген бәле. Сол госплан жанында олар үлкен құжат шығарады, 5 жылдық, 10 жылдықтар. 5-10 жылдыққа сол құжатты олар еңбек министрлігіне береді. Еңбек министрлігінде уақытында үлкен кәдімгідей трудовые резервы деген, еңбек резервтері деген үлкен бағдарлама болған тұғын. Ол бағдарлама кәдімгідей өзінің ЭВМ-і бар, үлкен сондай ақпараттық оны перфокартамен бағдарламалар жасалады, кибернетиктер жұмыс істейді, математикалық модель жасалады. 5-10 жылдыққа үлкен болжау жасайды. Мінекейіңіз, осы салада бізге 2,5 мың химик технолог керек. Осы салада бізге 3,5 мың бетонщик керек, қасапшы керек. Осындай бүкіл соны есептейді математикалық тұрғыдан. Кибернетиктер отырып, үлкен компьютердің арқасымен есептейді сол еңбек резервтерін. Ол сосын сол еңбек резерв болжамдарын білім министрлігіне береді. Білім министрлігі сол болжамдардың арқасында тапсырыс жасайды. Мысалы, Қазақ мемлекеттік, ол кезге Киров атындағы мемлекеттік университетіне келесі 5 жылда 1200 химик технолог дайындайсыздар деп сондай тапсырыс, яғни мына жақтан үлкен бір дөңгелек бар, болжау, жоспарлайтын дөңгелек, мына жақта мемлекеттік тапсырыс бар. Олар бір-бірімен үйлесіп, үлкен тапсырыс болады. 90 жылдары экономикамызды өзгерттік, айттық бізде жоспарлы экономикадан бас тартамыз, нарық экономикасы. Енді мына болжауды, бұл тапсырысты қажеттілікті кім айқындау керек? Нарық айқындау керек. Мына нені алып тастадық та дөңгелекті. Бір жері. Мына дөңгелек 30 жыл әрі періп тұрды. Енді сіз барып сұрасаңыздар, мына мемлекеттік тапсырысты, мысалы биылға немесе келесі жылға кім айқындады? 2,5 мың кешірім сұраймын, заңгер, 3,5 мың химик технолог, немесе осыншама инженер. Кім айтты? Оны тапсырысты кім беріп жатыр? Ол қайдан шыққан сандар? Мынандай қызық нәрсе, оны білім министрлігі алады да, салалық министрлікте таратып жібереді, олар өздерінше бір болжам жасайды, бірақ ол болжам емес көп жағдайларда, ол сол күнделікті қазіргі таңда сол саладағы компаниялардың вакансиялары. Қазіргі таңда маған не керек? Соны жасаймыз.
оның ол бәрін ертең ескіруі мүмкін ғой. оның бәрін жинақтайды, сосын ғана беріп тастайды. Сондықтан мына қараңызшы, қандай бір қисық еңбек нарығына келдік. Біз көп адамдар мамандықтарды таңдағанда грантқа қарайды. Ол гранттар біз толқын қандай толқындарды көрдік. Бірінші қаржыгерлер толқындары, экономистер толқындары, заңгерлер толқындары, сосын мұнай-газ саласының толқындары, ең соңғы толқындар ол құрылыс. Есіңізде құрылыс бәрі ойбай құрылысшы ПГС деп бәрін перді. Толқын түсіп қалды. Аналар енді еңбек нарығына шыққанда жұмыс жоқ, ондай сұраныс жоқ. Ең соңғы толқын ақпараттық технологиялар. Осы соңғы 10 жылда 100 мыңнан астам мамандар дайындалыпты. Біздің жоғары оқу орындар бар ма, базаңыз жоқ па, керекті лабораториямыз бар ма, әйтеуір переберген ғой. Ақпараттық технология сұраныс бар, ақшаны төлеп жатыр болды. Ең соңында мына қазір қарасаңыз, ақпарат технология дайындалған мамандар өте көп, бірақ сапалылар өте аз. Ең сапалылар шетелде, біз мына жерде адам таба алмай жүрміз қазір. Олар қазір такси жүргізушілер болып жүр, кеденде брокерлер болып жүр, бәрі сол оқыған мамандықтар. Сондықтан қазіргі таңда ең үлкен мәселе еңбек нарығы мен білім беру жүйесі бір-біріне сәйкес келмейді. Былай үйлеспеушілік бар да, мына ұштастыратын көпір бұзылып қалды, былай қарасаңыз. Үзіліп қалды да, мына ұштастыратын бірден. Совет одағында ең қызығы, мен Совет одағы дұрыс деп айтқан жоқпын, бірақ мына жүйе болды, бір бөлігін алып тастадық, екіншісі періп жатыр. Не мына жақтан бір үйлестіретін бір нәрсе жасауымыз керек, немесе мына мүлде мына жүйені жаңадан жасауымыз керек. Бұл модель қазіргі таңда өте үлкен зиян әкеліп жатыр экономикамызға. Мыңдаған адамдар өз мамандықтарын дұрыс таңдамай, дұрыс оқымай, уақыттарын босқа өткізіп, еңбек нарығына құйылып жатыр. Еңбек нарығында жұмыс жоқ. Ең жаман, ең соңғы үйлеспеушілікті айтайын сізге. Негізі біздің экономиканың құрылымына білім беру жүйесі сәйкес емес. Бізде қазір ең үлкен қажеттілік ол кәсіби мамандар. Ал кәсіби мамандықтарға, колледждерге ешкім аз адам барады да. Сингапурдың өзінде ең дамыған елдердің бірі, мектеп бітірушілердің, мектеп түлектердің 40% ғана жоғары оқу білім орындарына барады. Қалғандары, неге десеңіз, көп адамдардың мына жоғары білім, сарапшы, басқарушы, меңгеруші, интеллектуалды зияткерлік жұмыс еңбегімен айналыса алмайды. Табиғаттары солай. Табиғаттары солай. Ол бірақ қолмен жақсы жұмыс істейді. Ол мықты бір механизатор, мықты бір токар, немесе мықты бір қасапшы болуы мүмкін. Бірақ ол сол бағытта өзін дамытпай, амалсыз, мына бізде 80-90% қайда барады, ана бір қағаз үшін барады да, бір парақ қағаз үшін, диплом үшін барады. Неге десеңіз, заңнамалық базамызда дұрыс емес, еңбек кодексі дұрыс емес. Бізде қазір жұмысқа тұру үшін негізгі қандай шарт, ол сол диплом, қағаз. Сондықтан адамдар негізі не үшін барады жоғары оқу орындарына? Диплом үшін барады. Білім үшін де емес, мазмұн үшін де емес, шыны керек, мамандық үшін де емес. Неге десеңіз, маған мамандықты таңдамайды адамдар. Адамдар нені таңдайды? Қай вузда төмен оқу мен грант алмаса, немесе грант бар, сол үшін барады да. Сондықтан бұл қисық 30 жылда болып жатқан осындай қисық жүйе өкінішке орай қазір қисық еңбек нарығына да барып әкелді бізде. Қызық қарасаңыз, мамандар көп, мықты мамандар аз. Керек мамандар өте аз, керексіз мамандар өте көп. Сондай бір қисық жағдайға келдік өкінішке орай. Саясат мырза, енді елімізде жаңа колледж деп айтып отырсыз, 800-ден аса қателеспесем, колледж жұмыс істейді. Олардың бәрін не істеп отыр сонда? Қазіргі таңда міне білім министрлігі өзі қабылдады жағдайда, түсінді, осы жақында ғана жариялады білім министрлігі 480 колледжді жекеменшік кәсіпорындарға берді. Яғни ол не деген сөз? Біз мыналармен не істейтінімізді білмейміз, ала беріңдер, не істесеңдер, соны істеңдер деген сөз ғой. Ала ма олар? Кәсіпорындар? Кәсіпорын олар бизнес, ол ақшасын санайды. Ол қарайды. Мына мен қазір колледжді алсам, ол маған не ақ келеді? Ол шығын, ол жалақылар төлеу керекпін. Ол базасы бар, су бар, отыны бар, арендасы бар, анау бар, мынау бар. Енді жеке, мысалы, үлкен ERG секілді үлкен компаниялар, олар әрине, неге десеңіз, олар кадрлық саясаттарын бір жылмен емес, 5-10 жылға есептейді, жоспарлайды. Сондықтан оларға сондай ведомстволық оқу орындары керек негізі. Мысалы, ERG компанияның өзінің бірнеше сондай оқу орындары бар. Хромтау Тау-Кен колледжі бар өзінің, мысалы. Өзі соны өзі бақылайды, ақшасын өзін төлейді. Неге десеңіз, енді өзіме мен енді әрине сапалы түрде, сапалы бір кадр алғым келеді. Негізгі осы дуалды немесе өнеркәсіптік білім моделін бұрыннан енгізу керек еді. Сол мысалы ол енгізілді ғой бірақ бізде.
енгізілді, бірақ мысалы толығымен енгізілген жоқ негізі. Неге десеңіз, мысалы шет елдерде, дамыған елдерде мықты өнеркәсіптер өздерінің оқу орталықтарын баяғыдан ашып тастаған. Яғни мемлекетке сенім жоқ. Мен ол жақтан шыққан кадрлардың сапасын бақылай алмаймын ғой. Мен оның орнына өзімнің оқу орныма, өзімнің бақылау, өзімнің сапа, өзімнің мазмұнымен, менімше қазіргі таңда мемлекеттің бірақ бір жолдарының бірі ол жекешелендіру, автономия беру, жоғары оқу орындары болсын, нарықтық неге шығу. Неге десеңіз, осы жерде тағы да бір мәселе шығып жатыр, қараңызшы. Жоғары білімдегі сыбайлас жемқорлықтың негізгі себебі қайнар көзі неде білесіздер ме? Ол біз не үшін оқимыз? Біз диплом үшін оқимыз. Солай ғой. Бізге, міне, мен бармын, мінекей еңбек нарығы, мен негізі білімді не үшін алып жатырмын? Жұмыс істеу үшін. Солай ғой. Оны алған білімнің арқасында өмірімнің соңына дейін ақша тауып, күн көру үшін. Негізгі мотивация сол. Оны идеал, бір пәле, білім, көз ашып. Мінекейіңіз, еңбек кодексі бізге айтады, негізгі құжат диплом. Мен сол керек еңбек нарығына кіру үшін менің мына билетім, былай қарасаңыз, ол мына менің дипломым. Мен келем жоғары оқу орнына, профессор отыр, мен бармын еңбек нарығы. Ортамызда мені еңбек нарығынан шекарам, соны тоқтап тұрған кім? Сол профессордың абыройы, ар-намысы. Өзде емес ар-намысы. Мен айтам, профессор мырза, ағатай, көке, сіз қиналмаңызшы, мені де қинамаңыз, өзіңіз де қиналмаңыз, мінекей $100 сізге. Сізге де жақсы, маған да жақсы, мен де қиналмаймын, сіз де қиналмайсыз, маған қағазыңды беріп, мен бара берейінші. Солай ғой. Қараңызшы, мысалы мен британдық модельмен ғана салыстырып айтайын. Британдық модельде нарық жоғары оқу орындарына бермейді, гранттар деген, немесе мемлекеттік қаржыландыру деген жоқ. Бұл мен барамда өзім ақша төлеп оқимын. Бұл біріншіден менің ақшам, менің мотивациям, біреу мен ақша төлеп отырмын ғой. Солай ғой. Екінші негізгі мотивация жоғары білім дипломмен сіз жұмысқа тұра алмайсыз. Жұмысқа тұру үшін сіз арнайы қауымдастықтың, мысалы маркетологтар бар, маркетинг оқып жатырсыз. Ол кезде олда салалық маркетологтар қауымдастығы бар да, Чартерді институт деген пәле. Олар кәсіби емтихан ұйымдастырады, даярлайды, сол емтиханды өздері ұйымдастырады. Сіз кіріп, сол емтиханнан өтіп, ақшасын төлеп, сертификат алуыңыз керек, кәсіби сертификат. Яғни дипломды растау керек. Дипломды растау керек. Сонда екі қағазбен барасыз сіз. Екі қағазбен жұмыс берушіге барасыз. Яғни еңбек нарығына кіру үшін бірақ қағаз жетпейді, екінші қағаз бар. Ол кезде мына жемқорлық қайнар көзі жоғары оқу орнынан шығып кетеді де, ана жаққа кетеді, еңбек нарығына кетіп қалады да. Мына жақта жемқорлыққа пайдасы қалмайды да, мотивациясы жоқ. Онда мен ана профессордан сұраймын, көке, мен жақсылап оқытыңдар, менге сендердің қағаздарымен жұмыс таба алмаймын, маған екінші қағаз керек, мына жақ қағазда мен білім болмаса, давайте мен неге бізде оқулықтар ескі, давайте жаңа оқытып оқытыңыз берді. Екіншіден мына профессордың өзі пара алуға да мотивациясы жоқ. Неге? Неге десеңіз, мен вуз ретінде білімді төмен берсем, менің оқушыларым, түлектерім еңбек нарығына шығып жұмыс таба алмаса, менің абыройым түсіп қалады жоғары оқу орнына. Тұтынушылар, клиенттер маған келмейтін болады, ақшасын төлемейтін банкрот болып қалады. Түсініп отырсыздар ма? Онда ол өзінің мотивациясы, вуздың да мотивациясы мықты, таза профессорлар тарту. Бір мынаны алды ма, өздері қуатты, вуздар өздері қуатты. Неге десеңіз, бұл профессор сосын вуздың бизнесін құртады. Ол бизнес ретінде қарайды, көрдіңіз бе? Енді қараңыз, соңғы нәрсе. Енді онда парақорлық пәлесі қайнар көзі неге түседі? Ана кәсіби ұйымға түседі. Солар ғой, оларға айтады, келеді, көке дейді, сен өзіңді қинама, мені қинама, $1000 төлейін. Диплом бар ғой менде. Диплом бар ғой менде. Екінші қағаз бере салыңдар маған. Қараңызшы, қандай қызық нәрсе. Бұл кезде сол мотивация айтып отырмын ғой. Ең конфликт интерес деген бәле бар ғой. Мына үйлеспеушіліктерді, мына келіспеушіліктерді алып тастауымыз керек. Алып тастаған жағдайда соны дұрыс болады. Мына қараңызшы, соңғы үйлеспеушілік. Ол кезде мынандай бір қызық сақтандыру саясатында мынандай өзгеріс енгізген. Бұл маман айталық алды екінші сертификатты, жұмысқа келді, жұмысқа тұрды, бірақ білімсіз, не десеңіз, сертификат ала салды, сатып алды. Соның кеселінен бір жаман жағдай, авария, бір қауіп қатер, немесе бір өндірістік травма болып қалған жағдайда сақтандырудың ақшасын кім төлейді? Үйрету орталығы. Ана қауымдастық төлейді. Айтады, сіз оған сертификат бердіңіз, мұның мықты маман болғанын сіз дәлелдедіңіз,
сіздің қағазыңыз дұрыс болып шыққан жоқ, сондықтан ақшаны сіз төлеңіздер. Сонда ана маман, ана қауымдастыққа кәсіби емтиханға келген жағдайда айтады, жігіттер давайте келесі болайық, мен сізге $1000 берейін деді. Көке дейді да, сенің $1000 керегі жоқ бізге. Қазір мен саған $1000 табамын, сосын $50,000 жоғалтамын сенің кеселіңнен. Сен давай барып оқып кел, өзіне күмән болсаң, тапсырылмасаң, неге десең, мына емтиханды мен саған сата алмаймын. Көрдіңіз бе? Яғни бұл жерде адамдардың мотивациялары дұрыс ұштастырған да. Өкінішке орай осы жағдайда біз түбегейлі қарасақ, мына қазір біз заңдарды өзгертеміз өзінше, бір тұжырымдамаларды өзгертеміз, жаңа мемлекеттік бағдарламаларды өзгертеміз, ойбай министрліктің бұйрықтарын өзгертеміз, министрлерді өзгертеміз. Бірақ жүйе қалады дейсіз. Жүйе, яғни жүйені қойыңызшы, негізгі принциптер өзгермеген жағдайда бұл өзгеріс ешқашан болмайды. Ал негізгі принциптер қазіргі таңда мына қайшы тұр да бір-біріне. Көріп отырсыздар ғой. Мысалы, Ұлыбританияда мотивациялар дұрыс не істелінген, бір-біріне ұстап қалады да, мына жерде былай шыға алмайды, мынау жерде былай шыға алмайды. Бір-біріне конфликт жоқ, яғни мотивациялар дұрыс, бір-біріне қайшы емес, былай дұрыс не істелінгенде, сондықтан жүйе өз-өзімен жүре береді. Қандай министр қойсаңыз да жүйені өзгерте алмайсыз. Бізде өкінішке орай сол түбегейлі негізгі принциптерді өзгертпеген жағдайда қай министрді қойыңыз, қанша адамдарды тағайындаңыз, қанша бюджет бөліңіз, осы қарама-қайшылық, осы үйлеспеушіліктер жалғасады. Саясат мырза, енді нақты сандар бар ма? Сіз қазір осы бағытта жұмыс істеп жүрсіз ғой. Бізде түлектердің қаншасы өз мамандығы бойынша жұмыс істейді, және қаншасы басқа мамандық? Бізде Headhunter деген үлкен ресейлік агенттік жұмыс істейді еңбек нарығында. Солар жыл сайын үлкен зерттеулер жүргізеді. Өкінішке орай мен соларға көп сенемін негізі. Неге десеңіз, олар еңбек нарығында жұмыс істейді, нақты жұмысқа алады, жұмысқа қабылдайды, мыңдаған адамдармен жұмыс істейді, сауалнамалар жүргізеді. Олардың бизнес болғандықтан өздерін алдауға керек жоқ та. Алдалмайды өздерін. Солардың былтырғы осыдан 2 жылғы берген ақпараттарына сүйенсек, қазіргі таңда жоғары оқу орнының түлектерінің 50-60% жартысынан көп өз мамандығы бойынша жұмыс істемей жүр. Оның 48% мүлдем басқа салаға ауысып кетеді, шығады, жұмыс таба алмайды да, басқа бір мүлдем салаға ауысып кетеді. Қалған сол 46% бірінші бастайды, 1-2 жыл сәл, сосын түсінеді, перспектива жоқ, ол басқа бір мамандық таңдаған екен, ол ешқандай ләззат та алмайды, өзінің қызығушылығы да жоқ. Сосын түсінеді, сүрініп басқа салаға әйтеуір бір оқып. Сондықтан бізде екінші жоғары білім немесе MBA сондайлардың әлі көп қажеттілік, тапшылық неге десеңіз, адамдар сол басқа ізденісте де. Яғни өте аз мамандар өз мамандықты біледі, мамандық таңдаған, бастаған, сол мамандық бойынша алып кететін мұндай адамдар аз, өкінішке орай. Бұл да үлкен мәселе негізі. Неге десеңіз, қараңызшы, 4-5 жыл адам өз өмірінен уақытың басқа бір оған керексіз, немесе өзі жақсы көрмейтін, немесе түсінбейтін бір сала бірінші уақыт сонымен кетіп қалады, жоғары бір білім. Сосын тағы да бірнеше жыл жүріп, еңбек нарығында сүрініп, өзі көрмеген, түсіне алмаған, немесе жақсы көрмеген бір іспен айналысады. Сонда бір 10 шақты жылы көп адамдардың босқа кетеді. Ал бұл ең керемет жылдар, бұл адамның ең дамыған жылдар, ең былай білімге құштарлығы, жас кезі, онда мийлық, физиологиялық, зияткерлік бүкіл қасиеттері, қабілеттердің ең былай мықты, жоғары деңгейде тұрған кезі босқа өткізіп жүреді. Сосын ақырында 30 жастан кейін түсінігі бастайды, енді аяққа тұрады. Ол кезден уақыт жоғалтып алды да, көрдіңіз бе? Уақыт. Бұл кездегі ең үлкен мәселе бұл уақыт жоғалтып алды адамдар. Хош, енді министрліктің жайын айттық, білім министрлігінің. Еңбек министрлігі бұл уақытта не істеп отыр деген сауал туындайды. Бұл жерде үлкен мәселе, бізде өкінішке орай осы екі министрлік бір-бірімен дұрыс жұмыс істемейді. Үйлесім жоқ. Бұл өте маңызды. Осы екі министрлік негізі еңбек нарығына тікелей әсер ететін осы екі министрлік. Неге десеңіз, еңбек министрлігі еңбек нарығын түсінеді, білет, болжамдары бар, сараптамалар бар, қандай мамандықтар басымдылық, қандай еңбек күшіне қандай сұраныс бар, кім қайда кетеді, ішкі миграция деген көп нәрселерді олар түсінеді. Негізі олар тікелей өте тығыз білім министрлігімен жұмыс істеу керек. Неге десеңіз, білім министрлігі сол еңбек нарығының нақты сұранысы бойынша соның нақты түсініп жұмыс істеу керек. Бірақ қана мысал келтірейін, ол
мен 2000 қай жылы 2010 жылдары Гарвард университетінің университетінде болғам. Сонда олар Curriculum Development Committee деген бір арнайы нелер бар. Яғни оқу жоспарларын дамытатын комитет деген. Олар қалай оқу жоспарларын даярлайды? Гарвард университеті түлектері жұмыс істейтін, кемінде бір 30-20 шақты жұмыс істейтін бүкіл компанияларын шақырады. Мысалы, Гарвард, Microsoft компанияда кемінде бір 20-30 Гарвардтың түлегі жұмыс істесін, сол болды, ол оларға негізі клиент деп көреді. Клиент тұтынушы ретінде көреді. Шақырады оларды бір күні бәрін солар шақырады, үлкен бір гостиницаны жалдайды. Сол кезде Гарвардтың бүкіл профессорлары отыр, кімдері отыр, компаниялардың өкілдері отыр, компанияның басшылары отыр. Сонда Гарвард сұрайды олардан: құрметті тұтынушылар дейді, құрметті партнерлар, ортақтарымыз, сіздердің келесі 5-10 жылда қандай жоспарларыңыз бар? Қалай өзгереді? Қандай қабілеттер керек сізге? Қабілетті адамдар керек? Не білгілері келеді оларға? Біз сіздерге сосын дайындап, өзіміздің оқу жоспарларымызды өзгертеміз, сіздердің талаптарыңызға сай. Бірақ қана мысал, сонда Microsoft компаниясы айтады, біз келесі 5-10 жылда оңтүстік Америкада қатты дамығымыз келеді, жоспарларымыз сол жаққа. Сондықтан сіздің түлектеріңіз испанша білген жағдайда өте керемет болушы еді. Болды, түртіп алады. Келесі жылдан бастап IT мамандықтарына түскен балалар, маркетинг, IT, бизнес администрейшн, оларға бірінші жылдан бастап Spanish-ті үйретеді, испан тілін. Сол Spanish 1 дейді, Spanish 2, 3-4 жыл оқытады. Нарыққа бейімдетті ғой. Нарықтың қандай сұранысы бар, нарық не қалайды, нарық қандай жоспарлары бар, сонымен жұмыс істеу керек. Ал бізде өкінішке орай еңбек министрлігі өз бетімен, білім министрлігі мына негізгі бізді жоғары оқу орындарды құртып отырған не білесіздер ме? Грант жүйесі, мемлекеттік тапсырыс. Мемлекеттік тапсырыс өкінішке орай көп мықты университеттердің негізгі қайнар көзіне болып кетті, қаржы қайнар көзі. Сондықтан шыны керек, енді қазақша жалпақ сөзбен айтқанда, ол жоғары оқу орындары қыстырмайды да, еңбекті де, еңбек нарығын да, кәсіпорындарды да қатты олар қарамайды. Неге десеңіз, негізгі тапсырыс беруші кім? Білім министрлігі. Ең бірін көп ақша беретін кім? Білім министрлігі. Негізгі ректордың мақсаты қандай? Грантты көбірек алу ғой. Министрмен жақсы болу, министрлікпен қарым-қатынасты орнату, министрліктің көзіне қарау, министрліктің несіне қарау. Сонда қараңызшы, бұл сондай бір қызық жағдай. Бұл жалпы біздің ауруымыз, тек қана білім саласында емес, жалпы біздің әкімшілік саламыздың ауруымыз сол. Объект пен субъект, енді менеджмент теориясында объект пен субъекттің несі бар, 4 қарым-қатынасы бар. Кім сізді тағайындайды, кім сізге бюджет ресурс береді, кім сіздің жұмысыңызды бағалайды, кім сізді жұмыстан шығарады. Қараңызшы, кез келген ректорды кім тағайындайды? Білім министрлігі. Бюджетті кім береді? Көбінесе білім министрлігі. Жұмысын кім бағалайды? Білім министрлігі. Кім жұмыстан шығарады? Білім министрлігі. Соныменен шыны керек, ректор студенттерге де қатысты қызығы жоқ, профессорларға да қызығы жоқ, тұтынушыларға, клиенттерге де қызығы жоқ, жұмыс берушілерге де қызығы жоқ, еңбек нарығына қызығы жоқ. Неге десеңіз, еңбек нарығы оны бағаламайды, студенттер оны бағаламайды, профессорлар оны жұмыстан алмайды, тұтынушылар оған жаңа жұмыс бермейді. Оның негізгі субъектісі ол білім министрлігі. Оның бүкіл уайымы, ойы, энергиясы кемінде 80-70% ол білім министрлігіне бағытталған. Неге десеңіз, 4 негізгі процесті соған байланысты. Олар мені жұмыстан алады, олар мені тағайындайды, олар мені бағалайды, олар маған бюджет береді. Көрдіңіз бе? Ал мысалы Гарвардты алайық, ол профессор, президент, ректор, кешірім сұраймын, ол білім министрлігі қатысы жоқ вообще, ол даже кім екенін білмейді. Неге десеңіз, оның негізгі күші, оның негізгі ол тұтынушылар, студенттер, жұмыс берушілер. Осы үшеуінің ішінде ол бастықтары солар. Осылардың үшеуінің ортасында жүреді. Неге десеңіз, жұмыс беруші оның өнімін тұтынады, жұмысқа алады. Профессорлар, кешірім сұраймын, үшінші профессорлар сол өнімнің сапалы болуын қамтамасыз етеді, олармен жақсы профессорлар тағайындау керек. Ең сіз айтқанда мықты әлпештеп басынан әлпештеп, бұл менің негізгі құралы, менің станогым былай айтсаңыз. Және студенті бұл менің өнімім. Бұл өнімім пайдалы болу керек, сапалы болу керек, мотивация жоғары болу керек. Мен оны реттегенде, сұрыптағанда жақсыларды алу керекпін. Оны күні бойы әлпештеп, мотивациясын беріп, күні бойы оған не керек, неге білім сапасы, профессорлармен
осы үш негізгі субъекттің ортасында жүру керек ректор. Профессорлар, студенттер мен жұмыс берушілер. Біздің ректорлар өкінішке орай бұл үш негізгі субъекттің ортасында емес, олар жарты көзбен қарайды оларға. Ол негізгі сол кім негізгі субъектісіне қарайды да. Осы жағдай өзгермегенше жоғары оқу орындарында сапалы еңбек нарығымен тікелей байланыста болған жағдай болуы мүмкін емес. Саясат мырза, енді елімізде қазіргі таңда жоғары оқу орындарының автономдығын арттыру жұмысы қолға алынды, жүріп жатыр. Жаңа жеке нарыққа да шығару жұмыстары жүріп жатыр. Демек, нәтиже болмай тұр ғой. Ол басталды, ол жұмыс. Енді басталды. Осыдан бірнеше жыл бұрын осы мәселені мойындап, түсініп, білім министрлігі жалпы ондай қозғалыс бастады. Бірақ менің ойымша кішкене еркіндік жетпей жатыр, еркіндік емес, батылдық жетпей жатыр, мінез жетпей жатыр. Негізі осыны соңына дейін апару керек. Еңбек нарығы және жалпы нарық белгілеу керек. Бізде қазір жоғары оқу орындар өте көп. Қанша жылдар бойы айтылып келе жатқан мәселе 140, 180-ден басталып, 140, қазір 120, 100-ден астам. 100-ден астамның өзі көп Қазақстанға. Шыны керек көп. Егер десеңіз, соншалықты жоғары оқу орны керек жоқ Қазақстанға. Керек жоқ, жоқ ондай. Ондай қажеттілік те жоқ. Қажеттілік бар, неге? Не үшін бар қажеттілік? Қағаз үшін, диплом үшін. Сондықтан олар әлі тірі. Неге оларды өлтіре алмай жатыр? Бір жағынан лобби бар, субъективті факторлар бар, екінші жағынан объективті фактор бар, қағазға деген қажеттілік бар. Сондықтан қарапайым адамдар ойламай, түсінбей барады да сол қағазға ақша төлеуге дайын. Олар әлі тірі. Тіршілік неге десеңіз, тұтынушылар бар, ақша төлейтін адамдар бар. Оларды қалай өз-өзінен өлтіру керек? Өз-өзінен өлу керек олар. Нарық. Мықты еңбек нарығында жоғары мықты вуздардың түлектерін жұмысқа ғана қабылдаған жағдайда, мына қағаздың құны болған жағдайда, екінші кәсіби емтихан болған жағдайда, ақырындап кәсіби мықты білім бере, сапалы білім бере алмайтын жоғары оқу орындар тұтынушылардан жоғалады, айырылады. Керекті адам айтады, көке, мен саған ақша төлеуге дайын емеспін. Неге десем, маған нақты жұмыс керек. Мына вузға төлеуге дайынмын. Неге десем, олардың түлектері жұмысқа тұрады. Саған дайын, ақырындап ол өз-өзіне өледі, ол бизнес. Банкрот болады. Банкроттық принциптермен жұмыс істесек, онда өз-өзімен олар тазарады. Яғни, мына білім беру нарығы өз ішінен тазару керек. Үстінен тазарта алмадық, күшіміз жетпеді, онда іштен тазартуымыз керек. Ең негізгі тазару іштен тазарғаны. Ақырында өліп өздері тек қана бір 10 шақты, 20 шақты, қанша қалса сонша қалады, ең мықтылар ғана қалады. Бұл басқа принцип жоқ. Өкінішке орай бізде таза бәсеке, осы таза тарихымызда ең қызығы солай болды ғой. Ең әлсіздер өздері өліп кетеді, көште өледі, суықтан өледі, малдың аз болғаннан өледі, немесе жау шапқан жағдайда өледі, ең мықтылары қалады, өмір сүреді. Я аяусыз, я қиын, я ойбай неге басқады, ойбай қандай біз қанішер адамсыз, бір қанішер емеспіз. Бұл логика, бұл прагматизм. Өкінішке орай біз бәрін аясақ, ойбай ана жақсы адам ғой, оның өзін жаппай-ақ қояқшы. Ойбай мынау енді үлкен мықты адам ғой, енді қанша еңбек сіңірген, ойбай халық әртісі бір пәле. Енді еңбек сіңірді, бірақ басқаларға неге біз қисық жолдармен басқалардың болашағын кімнің құқығы бар алуға? Мыңдаған ана жас балалардың құқығын, болашағын өзгертуге, болашақсыз қалдыруға кімнің құқығы бар? Ешкімнің құқығы жоқ. Бұл жерде таза прагматизм болу керек, бұл жерде таза нарық болу керек. Кім мықты, кім сапалы білім бере алады, кім болашағын қамтамасыз ете алады, сол қалу керек. Адамдар соны түсіну керек. Енді көп мәселе жаңа грантқа тіреледі деп айтып отырсыз, бірақ енді біз одан да бас тарта алмаймыз ғой. Әлеуметтік жағдай бір жағынан енді мынау мысалы мынандай бір грантты адам жеңсін. Адам өзі жеңсін, мен ақшаны жеңдім. Бірақ өте оңай оны өзгертуге. Ал осы ақшамды мен қайда апарам? Қай вуз мықты? Өзі таңдайды. Мен өзім таңдаймын. Бірақ қана бір жүйе бар, қарапайым дейсіз. Бұлай осыласаңызшы. Мен өзім қараймын да айтайын, мына вуз мықты, мен соған барам. 1000 адам барады ма, 10.000 адам барады ма, вуз мықты болса, соған барады бәрі. Мына вуз мықты болмаса, ешкім ақшасын апармайды, өледі. Өлсін. Бәсекелестік пайда болады дейсіз. Бәсеке жоқ. Бізде вуздық гранттарды кімге таратады? Вуздарға таратады. Анау білім министрімен жақсы болса, ректор, мықты болса, туыстығы болса вообще керемет. Уже келісіп алады да, болды, отырады да, енді адамдарды іздейді.
керісінше болу керек, тұтынушының логикасы болу керек. Менің болашағым, мен сапалы білімді талап етемін. Так, қанекейіңіз, мен гранттың егерімін. Біріншіден, мен ақшам менде, мен осындаймын, олимпиада жүлдегерімін, мен мықтымын, мен ағылшынша білемін, менің осындай жоспарларым бар, осындай сертификаттарым бар. Пожалуйста, кім мені алады? Кім қандай маған шарттар бере алады? Кім қандай маған кепілдік бере алады? Бізде керісінше жағдай болу керек те, вуздар ана студенттердің артынан жүгіру керек негізі. Сонда ғана ана ректорлар, профессорлар, проректорлар, кафедра меңгерушілер бір жерлерін көтеріп, студенттерге бұрылады. бір жерлерін қасып жүгіреді де, ойбай, анау мықты екен, мынаны алып алайықшы, слушай. Онда бізге де жақсы, оған да жақсы, оған әлпештеп, соған қазір біз соның артынан жүгірейік. Неге десеңіз, оның артынан кім келеді? Ақша келеді. Ақша кімге келеді, сол тірі қалады. Кім ақшаны тарта алмайды, жақсы шарттар бере алмайды, жақсы кепілдік бере алмайды, өлу керек. Не нарықтан кету керек. Бітті. Өте оңай негізі бұл жер. Әр шешімнің қарапайымдылығын айтып отырсыз ғой. Ең бастысы негізгі принцип, қандай принцип болу керек? Ол прагматизм принцип болу керек. Бізде өкінішке орай біз өз-өзімізге бір қиялдан жасалған бір нені жасап қойдық та, ой, біздің еміз жақсы, мына көзбояушылық деген өкінішке орай өз-өзімізді мақтасақ, ой, біздің білім жүреміз керемет, анау керемет, мынау керемет. Керемет емес. Біріншіден қабылдауымыз керек, екіншіден бір жерде ешқашан тоқтамауымыз керек. Мына Коллинс деген атақты Гарвардтың профессоры From Good to Great деген бір атақты мақаласы бар. Жақсыдан кереметке деген бір. Солды мыңдаған компанияларды зерттегенде, мықты компаниялар болған дейді уақытында. Олар тоқтап қалған жағдайда, бұрыннан жақсы істеп келе жатқан тәсілдермен соған сүйенген жағдайда өліп қалады дейді. Еш немесе сол орта деңгейде қалып қалады. Керемет компаниялар ешқашан бола алмайды дейді. Ал жақсы компаниялар әрқашанда ізденісте, әрқашанда өздерін жетілдіріп жүрген компаниялар, солар керемет компаниялар дейді. Great компаниялар дейді. Сондықтан біз тоқтамауымыз керек. Өкінішке орай біз соның өзінде қазір тоқтап тұрмыз да, мына реформаларда кейде батылдық жетіспейді бізге. Мына осы негізгі бұл реформалар қазірдің өзінде уже пісті де, бәрі дайын да, ұстаздар да дайын, бәрі дайын, нарық дайын. Бірақ кішкене батылдық жетіспейді меніңше. Сол батылдықта меніңше қайсарлық жетіспейді бізге. Сол кішкене былай бастырып жасаған жағдайда ақырында өзгереді жағдай. Тағы бір өзекті мәселе, қазір осы соңғы 5 жылдың көлемі деп айтайық, мына көптеген жастарымыз білімді шетелге барып алуда, иә? Болашақ қана емес, мына өз бетімен түсіп гранттар жеңіп алып жатқан жастар бар. Бұл ретте мысалы жаңағы бізде 9 ұлттық университет бар деп айтамыз, иә? 20-ның үстінде мемлекеттік университеттер бар. Былай қарағанда білім қолжетімді болу керек. Бірақ неліктен жастар шетелге кетеді, және олар келгеннен кейін осы бізде еңбек нарығынан өз орнын таба ала ма деген мәселе туындайды. Енді неліктен кетіп жатыр, бұл жерде ең үлкен жаһандық үрдіс, кешірім сұраймын. Ең үлкен соғыс, ең үлкен бәсеке қазіргі таңда адами капиталға. Сондықтан Польшадан бастап кішкентай Польша, қазір бірнеше миллион Украинадан, Ресейден оқып жүр. Польша кішкентай болып. Қытай жыл сайын мыңдаған гранттар беріп жатыр. Ресейдің өзі қазір қазақстандықтарды сұмдық тартып жатыр. Көп мектептен бастап келіп, көп қалаларда ресейлік вуздардың жоғары оқу орындары. Ресейде ғой ең көп оқып жатқан. Ең көп оқып жатқан Ресейде қазір. Европа елдерінде, Чехияны, кішкентай Чехия болып, күніне, жылына жүздеген гранттар береді. Неге десеңіз, бәріне кім керек? Адами капитал керек. Ми керек болды бітті. Тем более біздің жоғары орта білім сапасы жаман емес. Оны мойындауымыз керек. Действительно жаман емес. Мына қазақ-түрік лицейлері бар, қазір білім лицейлері, Назарбаев зияткерлік мектептері бар. Сонда қараңызшы, сол көп мықты мектептер өздерінің көрсеткіштерін шетелге түскен түлектердің санымен есептейді. Назарбаев зияткерлік мектептер. Сонда қызық, ең мықты мектеп, ең сапалылар жинаған, оның негізгі көрсеткіштердің бірі, ол неғұрлым көп осы біздің түлектер шетелге түседі, соғұрлым сол мектептің көрсеткіші, сол біздің білімнің сапасы соғұрлым мықты деп сондай көрсеткіш қойып қойғанда, орнатып қойғанда. Сондықтан қараңызшы, бұл үрдісті біз тоқтата алмаймыз. Бәрі адамдардың артынан жүгіріп жүр, бәрі тартып жатыр. Олар сыртта оқып келеді. Мен мысалы болашақ бағдарламасының көп жылдар жұмыс істедім ғой. Болашақ бағдарламасының трагедиясы негізгі сол.
шетелде оқиды, ол алған білімдері экономиканың басқа бір құрылымына жасалған, бейімделген бір білім. Яғни өте күрделі бір экономика үшін алынған білім. Олар сосын сол біліммен келеді, өкінішке орай біздің экономиканың қазіргі жүйесі, құрылымы өте қандай күрделі емес, дараланып кетті. Алтақ негізгі сала ғой бізде сол. Мұнай-газ, тау-кен, ауыл шаруашылық, құрылыс, қаржы, машина жасау. Бір алтақ жетақ қана былай қатты. Бірақ қана мысал келтірейін сіздерге, шетелден келеді ана бала, өте сұмдық білім алған, айталық. Осында бізде бір сондай болды тарихымызда, ядрлық реакторлар жасайтын бір мықты маман ақш-та оқып келді, мамандандырылған институтты бітірді, Қазатомпром компаниясында жұмысқа тұрды. Бірақ Қазатомпром компаниясында ядрлық реакторлар жасаудың жоспарлары да жоқ, конструкторлық бюролар да жоқ, ешқандай ондай жоспар да жоқ, стратегиясы да жоқ ондай. Ол бейшара бала не істейді? Енді әйтеуір сол жерде бір жерде жұмыс жүр, бірақ өзінің оқыған мамандығында мына жаққа сұраныс жоқ. Яғни біздің экономиканың өкінішке орай құрылымы өте дара. Ана неге алған білімдеріне сәйкес келмейді. Проблема ана балаларда емес, проблема біздің экономиканың жүйесінде. Тағы да бір мысал, соңғы мысал, Назарбаев университетте жап-жақсы бір қыз, өте мықты, керемет, генетика, биолог оқыған. Бітірді, олимпиада жүлдегері, биология пәнінен. Ол жұмыс таба алмай жүр, сосын нәтиже деген компания бар ғой, Ерлан ағамыз. Сол шақырған, ой, мен давайте алайын сені жұмысқа. Как раз менің лабораториямда бізге бактериялармен жұмыс істейтін бір лаборант керек. Алды, айтады, аға дейді, біз бактерияларды оқыған жоқпыз. Ана сол ацидофил, бифидум бактери, ұйытқы, іріткі жасайтын нелер ғой, культуралар. Олар сосын айран жасайды, сосын қатқы жасайды, сонда не жасайды. Ана айтады, аға дейді, бұл өте примитивный нәрсе біз үшін. Біз оны оқыған жоқ, біздікі сол генетика ойбай. Айтады, көкем дейді, маған генетика керек жоқ, маған осыны білетін адам керек. Бітті. Жұмыс істей алмады, табылмады жұмыс. Қазір Окинаваға лаборатория кетіп қалды, Жапонияға. Сондықтан негізгі мәселе бұл үрдісті біз тоқтата алмаймыз. Бұл тек қана бізге, бүкіл қазір елдерге әсер етіп жатқан үрдіс. Ең мықты экономикалар қазір адамдарды шаң сорғыш секілді тартып жатыр. Негізі бәріне капитал керек, адами капитал. Бұл үрдісті біз қалай ғана тоқтата аламыз? Өзімізде іште осы дарынды балаларға керекті деңгейде, оларға лайықты бір сұраныс, тапсырыс берген жағдайымызда ғана олар қайтып келеді. Түсінікті. Саясат мырза, енді осы уақытта сіздер қазір өздеріңіз енді сізді көп жұрт мемлекеттік қызметпен, сосын өзге де мына қоғамдық жұмыстарымызбен жақсы таниды. Бұл ретте енді қазір сіз мына білім дамыту орталығында жұмыс істеп жатқан көрінесіз. Сіздің осы айтқан мәселелерге нақты ұсыныстарыңыз қандай және нақты қандай жұмыстар істеп жатсыздар? Мен қазір сол айтып мәселелерді одан ешқандай пайдасы жоқ. Бәрімізді айтып жатырмыз. Көп адамдар біледі, түсінеді. Өте мықты мамандар бар бізде, осы мәселені менен де терең түсінетіндер. Мен қазір мынандай шешім қабылдадым, мен кішкентай нақты жобалармен айналысайын, бітті. Ана сөйлеудің ешқандай қажеті жоқ, оның пайдасы да жоқ. Сондықтан қазір мына үлкен мәселе болашақ мамандықты таңдау, кәсіби бағыттандыру. Өкінішке орай кәсіби бағыттандыру жүйесі қазір бізде құрып жатыр. Мектеп деңгейінде де көп адамдар сол былай таңдайды мамандықты. Ана аған айтып жатыр, сен Мұрат ағам бар, кеденде жұмыс істейді, сен кедендік жұмысқа барсашы, сосын жетектеп Мұрат ағаны апарамыз, сол сені жұмысқа орналастырып жүреді дегендей. Сондықтан біз қазір жаңа мамандықтар атласын жасап отырмыз. Үлкен бір жоба, Алла жазса мінекейіміз бастадық. ERJ корпорациясы бізді қолдады. Жақында мына Донской ГОК деген тау-кен комбинатынан бастадық. Ақтөбе өңірінде, Хромтау қаласында үлкен бір өндіріс, бір 7 000-ға жуық адамдар істеп жатыр. Бұл атластың негізгі мақсаты келесі 5, 10, 15 жылда Қазақстанда, нақты біздің экономикамызда, түрлі салаларда қандай жаңа мамандықтар пайда болады. Неге десеңіз өзгеріп жатыр, модернизация болып жатыр, автоматтандыру, роботтандыру. Ол да бізге жетіп жатыр ондай толқындар. Екінші топ, қай мамандықтар өзгереді? Яғни мамандық қалады, бірақ мазмұны өзгереді. Және үшінші, қай мамандықтар өледі? Яғни зейнеткерлік мамандықтар, пенсионерлік мамандықтар. Неге десеңіз көп мамандықтар қазір ақырындап өледі. Осындай атласты жасаған жағдайда біз адамдарға қарапайым, қолданбалы бір құрал береміз. Кез келген семья, кез келген бала, кез келген жас маман отырады, сол құрал арқасында бір карта секілді ғой. Қарайды. Мінекейіңіз, мен мына салаға барсам, онда мынандай мамандықтар бір келесі 5-10 жылда уже керек болмай қалады, мен босқа оқимын. Мынандай мамандықтар
өзгереді, онда мен басқаша оқу керекпін, ал мына жаңа мамандықтар пайда болады, онда мынаның перспективасы бар. Неліктен бұл мамандықтар пайда болады, жұмыс орындары қалай өзгереді, қандай жаңа қабілеттер мен машықтарды дамыту керек адам. Бұл карта тағы да екінші үлкен пайдасы, ол жоғары оқу орындарына, колледждерға да бір карта ретінде, мінекейіңіз қараңызшы, біз мына салаға кадрлар дайындап жатырмыз, мынандай өзгерістер болады, онда біздің базамыз өзгеру керек, лабораторияларымыз өзгеру керек, ұстаздарымыздың жаңа деңгейіне шығаруымыз керек. Яғни білім саласына қатысты көп тараптарға өте пайдалы бір сондай бір құрал сайман болуға деп сонда үміттеміз. Оны халықаралық еңбек ұйымы 2008 жылы дамытқан үлкен бір өздерінің әдістемелері болды. Солар сосын Сколково мектебі және стратегиялық бастамалар агенттігі Ресей Федерациясының солар тарапынан 2012-14 жылдары STF Skills Technology Foresight деген жаңа әдістеменің негізінде жасап жатырмыз осы зерттеуді. Өзіміз барып оқып келдік. Яғни ол бұл өзіміздің бастан шығарған нәрсе емес. Бұл халықаралық еңбек ұйымының тарапынан ұйымдастырылған үлкен әдістеменің негізінде жасалып жатқан зерттеу. Бұл зерттеуді тағы да біз қолданбалы бір қосымша ретінде, бір ойын ретінде де жасаймыз. Сондықтан көпшілікке, бұқараға өте сондай қолданбалы, оңай бір құрал болуға тиіс. Неге десеңіз, шыны керек, білім министрлігі, еңбек министрлігі олар өте үлкен зерттеулер жүргізеді, күрделі математикалық модельдер жасайды, еңбек нарығын зерттейді. Бірақ адамдар, мысалы, сіз еңбек нарығының несіне сайтына кірсеңіздер, түсінбейсіздер түкті. Осыншама модель, осыншама мамандықтар. Маған қолданбалы нәрсе керек те, жай қарайтын, не ғой, адам қарапайым бір нәрсе керек. Түсінікті дейсіз. Оңға барсаң былай боласың, тура барсаң былай боласың, солға барсаң былай боласың. Онда мен оңға барайын деген. Сол. Соңғы сауал енді және осы тақырыптың түйіні болсын. Қазір жастар міне оқуын бітіріп, жоғары оқу орындарын таңдайды, мысалы мамандықтарын таңдайды. Бұл ретте өзіңіз осы салада жүргеннен кейін қандай кеңес бересіз? Қай мамандыққа бару керек? Мінекейіңіз, енді ең біріншіден сол еңбек нарығының сұранысына қарау керек. Өкінішке орай ондай ақпарат айтып кеткенімдей өте аз бізде. Сондықтан енді өзімнің жеке пікірім деп айтуға болады, енді түсінігім бойынша келесі 5-10 жылда кемінде осы мамандықтар, топ мамандықтар тапшы боламыз. Бірінші, ақпараттық технологиялар саласында көп мамандықтарға тапшы. Қазір цифризация, автоматтандыру өте сондай тез дамып келе жатыр. Сондықтан осы мамандықтарға әсіресе ауқымды big data деген бір жаңа ұғым шығып жатыр. Ол ауқымды мәліметтер деп аударылған, енді негізі нақты аударымға да келмейді. Big data, яғни үлкен көлемдегі ақпараттармен жұмыс істеу және жасанды интеллект саласында өте үлкен қазір соғыс басталуда, дүние жүзінде бәсеке басталуда. Үндістан, Қытай, Ресей, ақш сонда үлкен қазір жаңа соғысқа көшіп жатыр. Осы жасанды интеллект саласында бізде мамандар мүлдем жоқ, өте аз. Осы салаларда үлкен тапшылық бар. Екіншіден, ұстаздық. Ең қызығы қазіргі таңда ұстаздар жетіспей жатыр. Маманда сапалы ұстаздар өте аз. Бізде қазіргі таңда енді 30 қанша бір 15-16% ұстаздарымыз пенсияда, яғни зейнеткерлік неде жасында жүр. Неге десең жастар келген жоқ осы салаға. Сондықтан мен қатты негізі мықты ұстаз қазір өте үлкен сұранысқа ие, дүние жүзінде ең көп жақсы төлейтіндер ұстаздар негізі. Үшінші, ол қазіргі таңда ауыл шаруашылық, амалсыз ауыл шаруашылық дамиды Қазақстанда. Бір топ мамандықтар тапшы, ішінде агрономдар бар, ветеринария, карантин, селекция, генетиктар өте аз. Сұраныс өте үлкен. Негізгі осы салаларда сіз қарасаңыз, болашағы өте зор сала. Неге десеңіз, адамдардың саны дүние жүзінде өсіп келе жатыр. Біздің аймағымызда бірнеше миллиард адам орналасқан. Ол жерде тамаққа деген үлкен сұраныс бар. Төртінші топ ол көлік, тасымалдау, логистика. Неге десеңіз, мына Батыс Европа, Батыс Қытай бір белбеу жобасы, Қытай енді таймайды осы жобадан. Бірнеше қанша бір триллионға жуық инвестициялар құйылып жатыр осы салаға. Мына қазіргі таңда логистика, тасымалдау, әсіресе мына supply chain management деген жаңа логистикалық тасымалдау ұйымдастыру мамандықтары өте үлкен тапшылық болады. Соңғы нәрсе мен айтатыным, ол медицина мен биотехнология саласы. Қазіргі таңда ең үлкен өзгеріс осы салада болады деп айтып жатыр. Мына қазір ақпараттық салалар, коммуникациялар үлкен бір толқын жасады. Енді үлкен келесі толқын
биотехнология, медицина саласында неге десеңіз адамдардың өмірлері ұзарды. Енді адамдар өздері қарасаңыз да бізде қазір денсаулық деген үлкен мәселе айналды. Бәрі өздерін жақсы тамақ жегісі келеді, өздеріне қарайды, неше түрлі массаж, неше түрлі медициналық қызметтер, анау денсаулық деген үлкен бір салаға айналып жатыр. Сондықтан осы міне 5 сыйл айтар едім. Түсінікті. Олай болса, Саясат мырза, алтын уақытыңызды бөліп хабарымызға қатысқаныңызға алғыс айтамыз, және бүгінгі әңгіме барысында көтерілген мәселелердің барлығы оң шешімін тапсын деген тілек білдіреміз. Рахмет. Қадірменді көрермен қауым, осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.